Ертеде жайлауда отырған бір елдің азаматтары жаңа қонысқа мал айдап кетеді. Бас көтерер азамат болмаған ауылға тұтқиылдан жау шапқанда, сол ауылдың бәйбішесі басындағы ақ орамалды шешіп, сойылға байлап, жауға қарсы шығып оларды тоқтатады. Сөйтіп, ауылды аман алып қалады. Сол күннен жауды тоқтатқан ақ орамал жаулық деп аталып кетіпті. Ақ орамал әйел басына салған сәттен жаңа түскен келген елінің тілеуін тілейді. Жас келіннің іздегені байлық емес, 62 тамырын жібітер, дүниеге әкелер болашақ ұрпағының тілеуі. Қазақта жаңа түскен келіннің басына орамалын салып, жанжал болған жерге келіп сәлем салса, тіпті қантөгіс болып жатса да тоқтатқан. Қазақ үшін орамалды сыйламау, ананы қорлау болып табылады. Бірде бөлтірік шешен ел аралап жүріп бір кедейдің үйіне түседі. Торғай қамаса тұрмайтын жыртық киіз үй. Төрдегі текемет арасынан шөп өскен, адам отыратын жер жоқ. Үй иесі ақсақал жоғары шығыңыз дегенде, әйелі басындағы орамалын алып жерге төсепті. Бөлтірік шешен сонда, келін мұндай құрметті ешкімнен осы жасқа келгенше көрмеппін. Ақ ниетіңе разымын, Тәңірім басыңа жетер байлық берсін, басыңа қайта тартып ал деп, өзі еңкейіп орамалын жерден алып беріпті. Кедей жалғыз ешкісін сояды. Бөлтірік шешен қазанға еттің бәрін сал, ауыл аймақтың бәрін шақыр дейді. Бөлтірік шешен менің үйімде бірнеше күн қонақ боламын деп хабар айт деді. Оны естіген сол ауылдың ауқатты адамдары бірі үйін әкеп тігіп, бірі дүниесін, сойыс малын әкеп бірнеше күн болыпты. Бөлтірік шешен кетерінде, осы әкелген дүниелеріңді, беретін малдарыңды осы жігітке беріңдер деп батасын беріп кетіпті. Көп кешікпей кедей жігіт дуалы батадан соң байлыққа кенеліпті. Осы ғибратты әңгіме көптеген жас келін қыздарға өнеге болып, әсерін тигізсе игі еді.